Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіз. Қыстың күніне арнап осындай керемет заморозка дайындайтын боламыз. Бұл кез келген тамақтарға қосып, қызартып, дәмін өте ерекше қылады. Видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Осылай мясорубкіден немесе блендерден болгарскілерімізді өткізіп алатын боламыз. Содан соң бізге помидор қажет. Барлығын осылай мясорубкадан өткізіп алатын боламыз. Толық рецепт описание бөліміне жазып қалдырамын. Және де бізге чеснок қажет. Чеснокты да өткізетін боламыз. Тұзымызды қосамыз. Енді барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Тұзымыз еріп, чесногымыз толықтай араласуы қажет. Енді бізге осындай кекстерге арналған ыдыс қажет. Кез келген форманы ала бересіздер. Темір болсын, осындай силиконовый болсын, осылай құйып шығатын боламыз. Бетіне дейін толтырып қоя беріңіздер. Барлығына осылай құйып шығатын боламыз. Арасына укроп, петрушка қосып араластырып жесеңіздер де болады. Немесе мен сияқты бетіне қоюға да болады. Барлығына осылай укроп, петрушканы турап қосып шықтым. Қыстың күнінде томаттың орнына қоссаңыздар болады. Тамаққа қуыруға өте керемет. Сіздер де жасап көріңіздер. Енді дайын болған заготовкамызды морозилкаға салатын боламыз. Морозилкаға салып алдық. Осылай қатып дайын болды. Енді ыдыстарын алып тастайтын боламыз сыртындағы. Барлығын осылай алып, қазір пакетке салатын боламыз. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз. Күнделікті жаңа рецепттер шығатын болады. Сіздер қыстың күніне заготовка жасадыңыздар ма, қандай банкалар жаптыңыздар, комментарийға жаза кетіңіздер. Осылай керемет болып шықты, өте ыңғайлы. Осылай пакеттерімізге салып аламыз. Ешқандай бұзылмай, әдемі болып тұра береді. Барлығын пакетке салып, енді қайтадан морозилкаға салатын боламыз. Осылай сақталып тұра береді. Өте керемет болып шықты. Және де бүтін кішкентай помидорларымды да осылай пакетке салып, қатырып қоятын боламын. Бұны қайнатпа сорпа, басқа да сорпаға осылай бүтіндей салуға болады.